құрбандықтың үкімінде білуіміз керек, бұл Ханафи мазхабында уәжіп болып табылады. Фасолли ли роббика уанхар аятына негізден. Сен сондықтан да намаз оқып құрбан шал деген аятта үкім бұйрық райында келгендіктен шариғатта үкімі уәжіп болып табылады. Енді осы құрбандықтың дұрыс болуы үшін кейбір шарттарға да тоқталуымыз керек. Бірінші, кімдерге уәжіп? Құрбандық сою кімге уәжіп? Бұл бірінші мұсылман әрі сол уақытта сапарда болмаған тұрғылықты, сонымен қоса бұл нисап мөлшеріне жететін байлығы бар адамға. Нисап мөлшері шариғатымызда 85 грамм алтын, немесе осы 85 грамм алтынның құнына тең келетін ақшалай немесе басқа заттай байлығы болуы. Нисап мөлшері зекеттегідей болғанымен, зекетте 1 жыл айналу шарты болса, құрбандық кесуде 1 жыл айналу шарты жоқ. Осындай мөлшерде байлығы болған адамға ол үкімі уәжіп болып табылады.